Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін өте дәмді, шайға өте керемет үйлесетін сүзбелі пирогты дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Бізге керекті ингредиенттер електен өткізілген ұн және де салқын сары май, қант, содан соң жұмыртқа және қамыр қопсытқыш керек болады. Ендеше пирогымызды жасауға кірісейік. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз. Содан соң қантымызды саламыз да, оның үстіне салқын сары майымызды салатын боламыз. Сары майымызды күштен өткізіп алсақ та болады, бірақ та осылай мен секілді турап алсаңыздар да болады. Ендеше сары майымыз бен ұнымызды осылай қолымызбен ұнтақтайтын боламыз. Біздің ұн мен сары май толықтай бірігіп, ұнтақ шығу керек, тура осылай. Содан соң үстіне қамыр қопсытқышты саламыз. Содан соң үстіне жұмыртқамызды жарып саламыз да, жақсылап тұрып қамыр елейтін боламыз. Қамыр елегенде біздің қамырымыздың басы бірікпейді. Сондықтан осындай күрекшені көмегімен араластырсаңыздар өте әдемі үйлеседі. Міне қамырымыз біздің осылай болып ұнтақ болып шығатын болады. Енді пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына сүзбе, содан соң қант, жұмыртқа және де ванилин керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді саламыз да, оның үстіне қантты, содан соң жұмыртқамызды саламыз. Содан соң ванилинді салып, жақсылап тұрып, басы біріккенше араластырып алатын боламыз. Осылай шанышқының көмегімен араластырсаңыздар өте ыңғайлы болады. Міне біздің салмамыз дайын. Енді осындай формаға салатын боламыз. Менде форманың диаметрі 24 диаметр. Жаңағы ұнтақ жасап алған қамырымыздың жартысын қосамыз, ал жартысын үстіне қосатын боламыз. Астыңғы бөлігін жақсылап тұрып тегістеп алатын боламыз. Міне біз осылай тегістеп алдық. Енді салмасын салатын боламыз. Салмамыздың барлығын салып, жақсылап оны да тегістеп шығатын боламыз. Егер де пирогтың салмасын қою емес, сұйық болғанын қаласаңыздар, тағы да 1-2 жұмыртқа қосымша қосып жіберсеңіздер болады. Міне осылай тегістеп болғаннан соң жаңағы алып қалған қамырымыздың жартысын пирогтың үстіне сеуіп, жақсылап оны да тегістеп алатын боламыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне осылайша біздің пирогымыз оп-оңай болып дайындалады. Шайды демдеп қойып, пирогпен шай жей берсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл менің ең сүйікті пирогтарымның бірі. Өте қатты ұнайды және де пайдалы пирог деп айтқым да келеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең сәтті рецептімен бөлісіп отырмын. Сіздермен бірге болған Раушан. Барлықтарыңызға ас болсын. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Және де менің каналымда әртүрлі осыған ұқсас оңай дайындалатын пирогтардың, торттардың, әртүрлі тағамдардың рецептілері бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Барлығы бір жасағаннан дайындалады.